Сәлеметсіздер ме балалар? Бірінші бөлім менің отаным Қазақстан. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өз туым. Сабақтың мақсаты пішіндерді ажыратуды үйренеміз. Сөздік қор молаяды. Сұрақтарға жазбаша жауап беруді үйренеміз. Бүгінгі жаңа сөздер менен кейін қайтала. Пішін, ортасында, оң жағында, сол жағында, дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, тік төртбұрыш. Жақсы, жаңа сөздер тағы бір рет қайталайық. Пішіндер, дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, тік төртбұрыш. Және бағыттар сол жағында, оң жағында. Өте жақсы. Келесі жазылым: пішіндерге мұқият қара, сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ: сары дөңгелек қайда тұр? Мысалы, сары түсті дөңгелек ортасында тұр. Ары қарай өзің орында. Келесі тапсырма: мәтінді керекті сөздермен толықтыра отырып оқы. Керекті сөздер: дөңгелек, сары, көк, шаңырақ, оң жағында, сол жағында. Мысалы, бірінші сөйлем: Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында сары және көк түс бар. Келесі сөйлемдерді оқы. Жақсы, келесі тапсырма: сұрақтарды басшылыққа ала отырып, Қазақстан туын сипатта. Сұрақтар. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай түстер бар? Келесі: тудың пішіні қандай? Тудың ортасында не бейнеленген? Қыран қай жерде тұр? Ою-өрнек тудың қай жерінде орналасқан? Сұрақтарға жауап бер. Өте жақсы. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындыласақ, біз бүгін жаңа сөздер өттік, пішіндермен таныстық, оң жақ, сол жақ деген бағыттармен таныстық. Сонымен сабақ аяқталды балалар, сау болыңыздар.